болашақтың алтын көпірі, тірегі мен жүрегі. Ұрпақтың ұлы болуы заман талабы мен білім арнасына қосылып, өмір белесін бағындыру. Тікелей ұлағатты ұстазбен ұштасып сабақтасатыны мәлім. Шәкірті қияшыға шарықтататын да, білімнің қайнар көзімен сусындатып, жастардың ұшқыр ойына ұтымды сөз қосатын да ұстаз. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден бала бар. Тағдыр төске өрлеген абай атамыз айтқандай, ұстаздық жолы бекемдік пен білімділікті қажет ететін даңғыл жол. Мұғалім саналы шәкіртті ұядан баптап ұшыру үшін терең тарих пен кемел келешекті ойлап, санамен таразылап білім бергені абзал. Шабытты шәкірттің санасын шарықтататын, бұлақ көрсе көзін ашатын, әлемге білімнің нұрын шашатын ол ұстаз. Мұғалім оқушының тәлімгері, тіпті сенім артар, серігі десек те артық болмас. Артылған сенімді артай алатын ұстаздардың да келешегі кемел. Ұстаздың ең алдағы мәртебесі тым биік, оның қадірлейтін, құрметтейтін, сыйлайтын халық бар. Мен ұстаздардың өзі ұстаздан дәріс алғанын ойлап, тереңнен толғанып қарасам, алма-кезек дәуреннің құндылығы осында жатқандай. Мектеп кеме, білім теңіз дейді дана қазақ. Я, сол мектептің, білім орданың бетке ұстары, адамның тірегі қаңқа болса, мектептің тірегі ол ұстаз. Ұстаз бір, яғни ақиқат жолындағы рухани тәрбиеші, жолбасшы, ұғымы да қазақ дәстүр мәдениетіне жат емес. Дүние дәуірден өркендеген ғылым білім саласындағы жетістіктер негізінде ұстаздардың еңбек жемісі мол. Ұстаз болсақ, білгенімізді оқушымен бөлісіп, бар білгенімізді бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай қарап, көзқарасымызды тереңге алмастырсақ, келешектің таңының бір қарасы түзелгендей. 21-ші ғасырдың ұстаздары тек білімнің жолдасы болуы тиіс. Болашақтың баспалдағынан сүрінбей, сағымыз сынбай, қаймықпай, кедергілерге қарсы тұрып, жүрегіміз мұқалмай, ұстаздық жолдың тар жолынан тайғақ кешіп, таймай берік ниет, бекем үмітпен келешекке кемел ұрпақ үшін қадам басамыз. Өз майымызды тауысып, білім әлеміне тереңнен тағы танысып, санамыздағы игі білімді шәкірт санасы